Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 88-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді мәнерлеп оқы. Орманшының баласы. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Аққайың айтыпты: мен өскенде бесік боламын. Кішкентай бөбекті тербетемін. Теректің жас шыбығы: мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын дейді. Қарағай: мен үлкен үй боламын, депті шаттана. Ал мен кім боламын, депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол, депті оған ағаштар. Жарайды, деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Мәтіннің авторы Мәлике Әбдірашева. Бөбек сөзі бір жасқа дейінгі баланы айтады. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кім туралы? Мәтін орманшының баласы туралы. Бала жас шыбықты неліктен сындырмады? Себебі бала сол кезде ағаштардың әңгімесін естіп қалады. Сол әңгімеден кейін бала ағаш ұстасы болып, ағаштардың адамзатқа пайдасын біліп сындырмаған. Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Баланың ағаш шебері болуына сол кездегі ағаштардың әңгімесі себеп болды деп ойлаймын. Ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Аққайыңнан бесік жасайды, теректен балалардың ойыншығын жасайды, ал қарағайдан үйлер жасайды. Мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөздерді тап, оларға сұрақ қой. Мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөз үлкен. Үлкен сөзіне біз қандай деген сұрақты қоямыз. Екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз, қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астынсыз. Өнерлі, қандай адам? Өнерлі адам. Қандай адам? Ұста адам. Қандай адам? Ісмер адам. Қандай бұйымдар жасайды? Түрлі бұйымдар жасайды. Қандай болады? Берік әрі жеңіл болады. Үшінші жаттығу жаңылтпашты тыңда, жаттап ал. Ықсан ұста, ұстаз ұста. Үш ұстаға ұстаз ұста. Қане қайталап айтып көріңдерші. Жарайсыңдар. Балалар, бізде сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер.